Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге айраннан тәтті бәліш жасайтын боламыз. Айранды құйып аламыз. Бөлме температурасында тұрған, оған содамызды салып, және де араластырып аламыз. Одан кейін кәдімгі сұйық майымызды, бір кесе сұйық майымызды қосып алып, тағы да араластырып жібереміз. Оған 2 жұмыртқамызды қосып, тағы да араластырып, үстіне жаймендеп електен өткізілген ұнымызды салып, жаймендеп қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз жұмсақ болу керек. Ешқандай ашытқысыз, дрожжысыз, қопсытқышсыз жасалатын тәтті бәліш. Қолға жабыспайтындай қамыр илеп тындырып қоятын боламыз. Балдар жегенге өте ыңғайлы бәліш жасап берсеңіздер, балдарыңызға еш өкінбейсіздер. Мінекей осындай қолға жабыспайтындай етіп илеп тындырып қоясыздар. Бір 10-15 минут өткеннен кейін, мен көп қылып істедім. 2 зуалаға бөліп алып, шамалы қалыңдықта, 1-2 см қалыңдықта жаятын боламыз. Өте жұқа қылудың қажеті жоқ. Жұқа қылсаңыздар, бәліштеріңіз қатырлап қалатын болады. Осындай ыдыспен, домалақ ыдыспен кесіп аласыздар. Өте дәудің қажет жоқ. Осындай шағын банкының аузымен кесіп алсаңыздар болады. Пергамент қағазы болмаса, тапамызды майлап аласыздар. Менде пергамент қағазы болмағандықтан осылай тапамызды майлап алдым. Алдымен 180 градуста пешімізді қыздырып қоясыздар. Қыздырып қойғаннан кейін бір 10-15 минут салып аласыздар. Қатты пісіп кетпеуін қадағалап отырасыздар. Мен екінші суаламды жайдым. Менде бала-шаға көп болғандықтан көп қылып істедім. Шағын қылып істеймін десеңіздер, аз-аздан істесеңіздер болады. Мінекей осындай қалыңдықта көтеріледі, әдемі болып. Енді үстіне құятын смесімізді дайындаймыз. Суға кәдімгідей қантымызды қосып, пешке қайнатып аламыз. Осылай ыстық күйінде алғаннан кейін бірден үстіне құйып шығатын боламыз. Жақсылап араластырасыздар. Тимей қалуы мүмкін. Жақсылап араластырып шығасыздар. Үйдегі бар заттармен жасалатын бәліш жасап көріңіздер. Мінекей осындай әдемі болып көтеріледі, ешқандай дрожжы, ашытқысыз. Қане көрсетші, қандай болып дадам? Қане көрсетші. Менің бәліштерім дайын болды. Жасап көріңіздер. Сіздермен болған келіндеріңіз Әмина. Тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер.